Өр мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Исеғалиев Ернұр, жетекшісі Нұржанова Амангүл Кадирбаевна. Бүгінгі мен таңдаған тақырыбым Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы Абылай хан. Бағыты: Мәшһүр Жүсіп шығармалары және ұлы даланың ұлы есімдері, ұлттың ұлы тұлғалары сипаттау. Мәшһүр Жүсіп Көпеев қазақтың ұлы ақыны, ағартушы және тарихшысы. Абылай хан туралы айтқан пікірлері мен жазған шығармалары оның Абылай ханның саяси және қоғамдық қызметіне деген үлкен құрметін көрсетеді. Мәшһүр Жүсіп Абылай хан туралы айтқан пікірлері: Мәшһүр Жүсіп Абылай ханның батырлығын, әділдігін, өз жоғары беделін жоғары бағалаған. Абылайдың қазақ халқының тәуелсіздігі мен бірігу жолындағы атқарған қызметіне ерекше көңіл бөлген. Мәшһүр Жүсіп Абылай хан туралы жазған өлеңдері: Мәшһүр Жүсіп өз шығармаларында Абылай ханның ерлік жолын, халықты біріктіру жолындағы күресін паш еткен. Ол өз өлеңдерінде ханның адамгершілігін, батырлығын дәріптеген. Абылай ханның жорықтары: Мәшһүр Жүсіп Абылай ханның қазақ жерін сыртқы жаулардан қорғаудағы ерліктері мен шеберлігін ерекше бағалаған. Абылайдың жорықтары мен күресі қазақ халқының тарихында ерекше орын алады. Абылайдың тарихи бейнесі: Мәшһүр Жүсіп Абылай ханның даналығын, қазақ халқы үшін жасаған игі істерін жоғары бағалаған. Абылайды елдің ұлы ханы ретінде суреттеген және оның мұрасына құрметпен қараған. Қорытынды: Мәшһүр Жүсіп Көпеев Абылай ханның саяси көрегендігі мен зор құрметіне қарайды. Оның шығармалары арқылы қазақ халқының бірлігі мен тәуелсіздігін қалаған ұлы тұлғаның бейнесі қайта жаңғыртылады.